Жаным жабырқап жалғыз ояндым. Балалардың о-шуынан әдетте тұратынмын. Ұйқы бермедіңдер ғой тегі деп ұрсып, үлкендерін ұрып, одан қалса әйеліме ауыр сөздер айтатын едім. Бүгін міне, 16-шы күн жалғыздық жаныма батып. Көңілім құлазып, өмірдегі көштен қалған адамша селқос ояндым. Ей сорлы басым-ай, туылғаннан махаббатқа зәру етіп, еркек болсам да көз жасымды құрғатпадың-ау деп, имеңдей сүйретіліп зорға тұрдым. Тамағым кеуіп тұр. Даладағы сары жәшіктің ішін ашып едім. Орталанған бөтелкеге қолым тиіп көзім жайнады. Жан-жағыма қарап алып, қылқылдаттым да ах дедім. Күрсінбедім, тамсандым. Дүниедегі жан ауруының бәріне ем болатын осы атаңнан айналайын ахаңды ойлап тапқан адамның шыр көбелек үйіріліп, жан үзіліп кетсе болмайды ма? Ит өмір-ай. Ит өмір деймін-ау, сол ит өмірді өзім қолдан жасап алмадым ба деп, көзімнің жасын сорғалатып отырдым. Өзім туралы кішкене айтсам, мен үйдің үлкені болдым. Менен кейін 5 бауырым бар. Араларымыз тым жақын. Ана мен әкенің махаббатына шөлдеп өстім. Мені елемесіңде деп жиі жылайтынмын. Қит етсе мені кінәлі болып әкем сабай жөнелетін. Таңның атысы, кештің батысы әкем егістікте жүретін. Қыста басқа қалаға жұмысқа кетеді. Ал анам үй шаруасында. Кейде бауырларыма, сендер неге туылдыңдар деп жиі жылайтынмын. Себебі өзімнен кейінгі баларға қарау, малға қарау менің жұмысым болды. Сыныптастарыммен бір жерге барам десем, анам отыр үйде. Бірдеңеге ұрынып қаласың, отыр деп айқайлап жөнелетін. Әбден булығып өстім. Өз ойым, өз қалауым ешқашан болған емес. Содан болар қалаға оқуға түскенде оңды-солды жүре бастадым. Ол жақта әдейтін әже, қой дейтін қожа болмады. Мені болмайды деп шектеген сайын сол нәрселерді көруге құштар бола бердім. Қыздар қарап тамсанатындай түрімде келісті болды. Мектеп қабырғасында әкемнің сөйлеуімен күреске де қатыстым. Оған еш өкінбедім. Қалаға оқуға келгенде де спортты тастамадым. Сырттан бақылап жүріп, жастардың тілімен айтқанда, по-черному жүретін жігіттер өз ортасына шақырды. Сол ортаға қосылу мен үшін абырой. Оғанда оңай қосал салмады. Біраз сынақтан өттім. 19 жыл өмір сүріп жатсам да көнбіс деген атпен жүрдім. Үндеместігімнен группаластармен де жақсы сөйлесе алмаймын. Мені кемсітіп тұратындай, мені менсінбетіндей сезілетін. Қыздарға мүлдем сөйлемек түгілі жанына жақындай алмаймын. Бәрінен шаршағаным соншалық әлімсақтан бері адамзатты асырап келе жатқан Құдайдың ауасы тарылып жетпейтін. Көрсінгім келіп, тысқа шықсам да ішімдегіні босата алмайтын. Сабаққа жаттығуға тіке барып келіп жүрдім. Жаттығуда жүргенде, сондағы бір жігіттің ақшаға төбелесетінін естідім. Яғни, түнгі уақытта бой болады. Сен үшін ставка қояды, жеңсең жарты ақша сенікі. Жеңбей, әлгі сенің крышаларың минусқа кетсе, ол жерден таяқ жеп шыққаныңнан бөлек, әлгілерден де сазайыңды аласың. Қысқасы, бұл да бір тәуекелсіз жұмыс деді. Мені де апар деп қолқалап жүріп бардым. 3 реткі жеңісімнен әжептеуір ақша алдым. Өзіме сенімділігім арта бастады. Сол ортадағы жігіттерге қосылдым. Өмірлері керемет болып көрінді. Тапқан ақшаларын оңды солды шашады. Қой деп жатқан ешкім жоқ. Түнімен қыдырып, күнімен ұйықтайды. Тұр деп жатқан ешкім жоқ. Осыларға еріп, жатақханадан шығып, пәтерлеріне көшіп келдім. Ал сабағым жайына қалды. Өзімді солардың қасында жүруімді авторитет санап, өршеленіп, өркөкіректеніп кеттім. Бұрынғы жайымды ұмытып, өзім сияқты ынжықтарды ұрып соғып, ақшасын тартып алу күнделікті ісім болды. Ақша үшін төбелеске шығып, бірде жеңіп, бірде аузым айырылып жеңіліп жүріп, ақшамды жинап, сол сәттегі хит болған Opel Vectra көлігін сатып алдым. Ол мені одан бетер өршелендіріп жіберді. Ауылға қайтқым, ата-анамды көргім келмейді. Ауылға шақырса да бармай жүрдім. Ата-анама деген өкпем қара қазандай.
Өмірдің бар қызығы ақшаңды оңды солды шашып, көнде қыдыру деп ойладым. Оқудан шығып та қалдым. Бір күні пәтерде бірге тұратын жігіт, жақын маңайда карта ойнайтын жер бар. Кешке барып көрелік па деді. Онсыз да кешке шығатын жер таппай отырғанмен, барсақ барайық, қанша ақша апару керек дедім. Біреудің аузын, біреудің мұрнын бұзып табатын харам ақшама сеніп. Барыңды ап шыға бер, бара көреміз деді. Кеш батқасын екеуміз жаяулатып шықтық та, біз тұратын үйдің маңайынан алыс емес жерге келдік. Осылайша ішке ендік. Спортпен айналысатын болғасын ішімдік, темекіге үйір емес едім. Іштегі темекі түтіннен көзім ашып, арақтың есіне лоқсығым келді. Жылы қабақ танытып жоғары шығарды. Қалтамда 80 мыңдай ақша бар. Картаны тарқатып болып ішімдік өсінді. Бас тарттым. Ой, сендерді де жігіт дейді-ау. Бір-екі стаканда тұрған ештеңе жоқ, тарт деп, қолқалап қоймағансын тартып салдым. Бір стаканнан соң, мен бас тартқанымен досым тоқтаусыз ішіп, масайып қалды. Бірінші күні қанжығамыз майланды. Екінші күні тағы. Үшінші күн. Осылай бір аптаға жуық жақсы таптық. Күнде қолымыз жүрді. Оған біз мәз болдық. Сөйтсек, олардың айласы солай екен. Басында береді де артынан барыңды сыпырып алады. Бір аптадан соң ұтқанымыздың бәрін қайта ұтылдық. Сәтсіздікке балап, сонда да қайтпадық. Көлігімді тігіп жібердім. Сол күні байқағаным, оларда жасырын карта болады екен. Бақылап отырып байқап қалып, атып тұрдым да, столда жұдырықпен бір қойдым. Кімді алдап отырсыңдар? Шығарған деп қасымдағы адамның жағасына тап бердім. Бәрі жабылып кетті. Мені ақымақ қылып, бәрінің жымы бір екен. Біреудің де жұдырығына құламай жүріп, іштегі столдарды, терезелерді бәрін сындырып, қиратып жүріп далаға қашып шықтым. Масайып отқан досымды да сүйрелеп жүрмін. Көлігімді сол күйі бермеді. Өкініш емес, әділетсіздікке жем болғаныма намысым келіп, әлгілерден қалайда кек алуды ойладым. Кек алудан басқа ойыма ештеңе келер емес. Кеш қарая, тағы да сол жерге бардым. Бұл жолы жалғыз емес. По-черному жүретін жігіттердің біразын ертіп алдым. Ішке енгеннен көзімізге түскенін қиратып, алдымыздан шыққанын құлатып, әлгі ойынхананы басып алдық. Көлігімді де қайтарып алдым. Онымен қоса ойынхананың әлгінде менімен шатысқан жігіттердің көзіне көк шыбын үймелетіп, енді келмейтін қылдық. Ойынхананың крышасы мен болдым. Әп-сәтте Нурик дейтін жолдастарым нүрекетіп сыйлы бола қалдым. Бұрынғыда емес, отсам да отам, отпасам да отам деген ашкөзділігіммен әлсіздерден жылатып, мықтылардан тартып алып алатын ташрекке айналдым. Оңай келген ақша оңай кетеді деген қанша ақша болса да берекесіз, өзім берекетсіз жүрген жерім ылаңға айналды. Бір жылдан соң өзім ұнатқан қызды басып алып қашып үйлендім. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болған Нурик үшін бақпа, сорма кім білсін. Ескі көлігімді әкеме беріп жаңасын алдым. Әрине арам жолмен. Арамдықпен қарғыспен келген дүние бүйірсін ба? Айға жетпей, ішіп алып көлікке отырып біреудің ауласын талқандады. Көлікте талқандалды. Өзім сап-саумын. Құдайдың бір ескертпесін ескермеген мен әдетімді жалғастыра бердім. Түнімен жүріп, күнімен ұйықтаймын. Әйелім, осыныңды қойшы жаным, жаңа өмір бастайық, жақсы өмір сүрейік деп жиі жылайтын. Ал ауылдағы атанам керісінше менімен мақтанатын еді. Ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда. Бәрі Нұркентайымның арқасында деп барша тоз туған, көрші қолыңға мақтанатын көрінеді. Не жұмыс жасайсың? Баламды қасыңа алшы деген туыстар көбейді. Ешбірін жолатпадым. Бұл сәттіліктерім қашанға созылатыны өзіме де беймәлім еді. Қосағым жылма-жыл 3 балапанды дүниеге келді. Үй алдық, көлік алдық. Енді жетер балалар үшін өмір сүрейік дегенді таңдамадым. Қайта араным одан әрмен ашылып, алысқа көз тастап, ірі казиноларды жағыладым. Менің мықтылығым алыстан қол бұлғап, менен мықтылар алдымнан ассалаумағалейкум деп шығып, бәрінен айырылдым. Онымен қоса, кезінде маған өшіккендер бір күні
Есік алдымда оңдырмай сабады. Содан бастап артқа кеттім. Қабырғам жағымсынып бір ай аурухана төсегіне таңылдым. Көк бауырыма өкпеме де зақым келді. Қатты жөтелгенде өңешімнен өкпемді суырып біреу алатындай солқылдайды. Ішкілікке салындым десем де болады. Ара-тұра ақша үшін төбелеске шығам. Бұрынғыдай денсаулық қайда? Бір күн рингте болсам бір ай аузым айырылып жатам. Әйелім балаларымды алып кетіп қалды. Басымнан асқан қарызымнан қай кезде құтыларымды өзім де білмеймін. Жастар әсіресе мен сияқты ауылдан келген інілерімді көріп жаным ашиды. Құдай адастырмасын. Сенің хикаяларыңды жаным жабырқап жүргенде интересная деген жерден көзім шалып, содан бері үзбей оқимын деген Нұркен мырза сөзін аяқтап еді.